Біздің подкастымыздың мақсаты ұстаздарға пайдалы ақпарат беру. Қанипа апайды алған себебіміз, негізгі себебіміз, осы апайды біз зерттедік, еңбектері өте көп екен. Енді республика бойынша, жалпы КСРО бойынша, қазіргі СНГ бойынша танымал кісі. Адам баласының алтын діңгегі дейді, ұяда не көрсең, соны ұшқанда соны алады деп. Қазіргі таңда ұстаздың 19 лабораториясы жұмыс жасайды. Басындағы 2000-ға жуық мұғалім қатысып, соңында 11 мұғалімді біз іріктеп Малайзия және Сингапур еліне апарып. Қандай керемет. Ол жердегі негізгі мақсатымыз, яғни дамыған елдер қай жақта кетіп бара жатыр білімі, біздің біліміміз қай жаққа деген секілді. Ештемеден қорықпайтын, өйткені өте білімді адам болады. Кішкентай балалар, оқушылар жүгіріп кеп құшақтап мені қазақтың Қанипасы атанған ұлы ұстаздың сөзімен еңкейсем, шәкіртіме еңкейдім, иілсем, шәкіртіме ғана иілдім, кішірейдім деген сөзімен аяқтасам. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті көрермендер. Дарын Teacher подкастының алғашқы санына қош келдіңіздер. Алғашқы подкастымызды біз келесі сөзбен бастағымыз келіп отыр. Еңкейсем, шәкіртіме еңкейдім, иілсем, шәкіртіме ғана иілдім, кішірейдім деген ұлт ұстазы Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның бастағымыз келіп отыр. Бүгінгі біздің эфирімізде осы кісі бойынша барлық ақпаратты бөлісетін боламыз. Алғашында осы кісінің марапаттарын айтып өтсек болады. КСРО халық ағарту ісінің үздігі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақш-тағы Аризона штаты Тусон қаласының құрметті азаматы, Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері және де Моңғолия Республикасының даңқты ұстаз алтын орденінің иегері. Бүгінгі эфиріміздің алғашқы қонағы осы ұлт ұстазы Қанипа апайымыздың қызы, Жанабилова Айжан Кенесқызы, Жандосов Қазақ орта мектебінің директоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор. Айжан ханым, эфирімізге қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі біз тақырыпта, еркін форматта, осы жерде жалпы біздің подкастымыздың мақсаты ұстаздарға пайдалы ақпарат беру. Жалпы Дарын Teacher компаниясының миссиясы ізгілікті ұстаздарды қалыптастыру. Біз осы уақыт аралығында мұғалімдерге мүмкіндігімізше пайдалы ақпараттарды берсек, бүгінгі алғашқы санатымызға Қанипа апайды алған себебіміз, негізгі себебіміз, осы апайды біз зерттедік, еңбектері өте көп екен. Енді республика бойынша, жалпы КСРО бойынша, қазіргі СНГ бойынша танымал кісі. Көптеген еңбектері бар, солардың бәрін оқып шықтық. Негізгі мақсатымыз осы кісінің еңбектерін, осы кісінің көптеген қалдырған мұраларын келесі ұрпаққа, қазіргі мұғалімдерге пайдаланып, өз оқушыларын ары қарай дамытса, оқытса, осы ұлт ұстазының жазған еңбектерін, қалдырған мұраларын ары қарай қолданса деген ниеттеміз. Осы бойынша әңгіме өрбиді. Сонымен біздегі алғашқы сұрағымыз сізге, сіздің бала кезіңіздегі анаңыз қандай ұстаз болды? Сол бойынша Енді қандай ұстаз болды? Шынымен де бірінші сіздерге өте үлкен рахмет. Мені осы алғашқы жаңағы эфирге шақырып, алғашқы номерге мені шақырып отырғандарыңызға көп рахмет. Енді әрине ұстаздықтың дарабоз падишасына айналған ұлт ұстазы Қанипа Омарғалиқызы туралы енді халық өте көп біледі. Ал енді жаңағы қандай ұстаз болды деп. Енді отбасы адам баласының алтын діңгегі дейді, ұяда не көрсең, соны ұшқанда соны алады деп. Енді бала кезінде мына көбінесе айтып жатады ғой, мектепте мен мүлдем бөлек адаммын, үйде мүлдем бөлек деп. Бірақ мына жерде апамыз, ол мектепте қандай болды, үйде де сондай. Туыстарың арасында, сіңілдерінің арасында үнемі бізді мына ізгілікке, гуманизмге, мейірімділікке, имандылыққа тәрбиелейтін. Қаншама енді өзімде ол кісінің шәкірті болдым. Сізге маған да сабақ беріп, бала ретінде де, ұстаз ретінде. Хан апамыздың бір бала кезімде көз жұмып жеткенім,
ешбір балаға үштік қоймайтын. Үш. Мүлде қоймаған. Мүлдем қоймайтын. Сабақ оқымай келсе де, басына сабаққа сипайтын да, қатыспаса да. әсіресе ол балаларды ол кісі керемет ерекше жақсы көретін. Ал енді мына жерде менің қойған үштігім емес, ол өмірдің бағасы кейін өзі ала жатар. Еш уақытта баланың сағын сындырмау керек деп мына миыма құйып өсіргеннен кейін болу керек. Менің де қазіргі өмірдегі сол ұстаным баланың ешбір адамның сағын сындырмау. Осы жерде айта кету керек, енді қазір көптеген енді қазіргі кезде оқушыларға мұғалімдер баға қояды, міндетті түрде қояды. Енді ол бір адамның қойған бағасы ғой. Содан енді көптеген оқушылар мектепте жаңағыдай бір үштік балға алғанға немесе екі алып қалғаны ата-анасына көрсетпей жатады, немесе өйткені ата-анасы ұрсуы мүмкін, неге үш алдың, неге екі алдың деген секілді. Ол үйде барып әкесінен анасынан ұрыс естігісі келмейді, кейбір жағдайларда ұру жағдайларда болып жатады, оны өзіміз де білеміз. Сондықтан бұл нәрсені құрметті көріп отқан ұстаздар болса, осы нәрсені алсаңыздар болады, өте маңызды нәрсе. Бұл жерде маңыздысы әділетті баға қою ғой. Әрине әділетті баға. Өмірге тәрбиелеу. Енді мына жерде бұл 1987 жылдары Америкаға барады. Америкада Аризона штатының құрметті азаматын алып келеді уже. Сол мына жерде жаңа біз жетістігін қарадық та, апайды осы әбден зерттедік. Сол қалай ақш-тан қызық болды өзіме де. Аризона штатының Тусон қаласының құрметті азаматын деген кез келген адам барып ала бермейді ғой. Ала бермейді. Ал енді сол жақта сол бір мектепте осы хан апамыздың жаңағы технологиясы бойынша жаңағы әдістерін қолданған екен. Сол мектеп қолданған. Мектеп қолданған екен. Сол мектепте қолданып, ол жақта семинарлар көрсетіп, енді педагогика сол жақтағы педагогика саласындағы жүрген жаңағы қызметкерлер барлығы керемет жақсы қабылдайды да, одан кейін осы жаңағы Аризона штатының Тусон қаласының құрметті азаматын береді. Міне мына жерде айта кетейін дегенім, ол барып келіп хан апамыз өте үлкен ерекше сезіммен оралды. 87 жылы болған оқиға бұл, 87 жылдары таң қалып келді. Біздің жаңағы білім беру жаңағы жүйесінен қарағанда Америкада мүлдем бөлек екен деп, балаларға еркіндік берілген көбінесе. Сол кезінде. Бізде мысалы былай ғой, балаларды отырыс қоямыз, қол көтер, дүп-түзу отыру керек. Одан кейін сондай мысалы жүйеде бала өзінің ойын білетінін бәрін емін-еркін жеткізе алмайды. Ал ұстаз о жаққа барып келіп, таң қалып, балаларға еркіндікті жақсы берген екен. Сабақтың үстінде балалар орындарынан тұрып, ішетін суын болса, ішетін суын алып, мұғалімнің жанына барып, жасаған дүниелерін көрсетіп, еркіндік. Ондай кезде мен сұрақ қойғаным бар, оның несі жақсы? Біз мысалы енді советтік дәуірдің жаңағы көріп қалдық қой, енді сол жақтың процесін, тәрбиесін, білім беру жүйесін, үрдісін көрген, маған оның бәрі бір түрлі болып көрінді де, одан кейін сұрадым. Ал өзіңе сол ұнай ма дедім. Әрине, балаға еркіндік берген дұрыс екен. Мен енді осы бағытта жұмысты жасасам. Ол кісі енді үнемі жаңағы новатор болды ғой, жаңалық ашуда. Еңбектерінің барлығы жаңағы мына Әуезовті оқыту, мына Абай жолын оқыту, бірнеше енді еңбектері бар. Соның барлығы жаңа технологияларға негізделген. Енді осының барлығы кезіндегі жаңағы Америкаға барып, сондағы алған жаңағы әсерінен болу керек деп өзім ойлаймын. Осы еңбектері бойынша апайдың бізде зерттедік біраз. Ол кісі жайлы жазған біраз кітаптар бар екен. Ол кісінің жазған біраз еңбектер бар екен. Қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәні бойынша көптеген оқыту әдістемелерін жазған екен. Соған маған қызық болғаны, осы кезде тек маған ғана емес деп ойлаймын, көріп отқан ұстаздар болса, көрермендерге де қызық деп ойлаймын.
Осы еңбектер жалпы қай жылдар жазылды, қандай негізде жазылды, қазіргі енді методика дейміз, қазір білім беруде балаларға әртүрлі елдердің методикасын зерттеп жатыр, әртүрлі дамыған елдердің әдістерін алып жатыр. Қазір енді ұстаздарымыз, қазір енді баяғыдай емес, интернет бар, кез келген нәрсені кез келген уақытта барып тауып алуға болады. Орысша жазсақ та, ағылшын тілінде жазсақ та, қазақ тілінде жазсақ та, барлығын қазіргі таңда ұстаздардың қолына көбірек қолжетімді да. Маған қызығы осы кісінің еңбектері қандай жаңалық ашты дегенге келмейтін шығар, қандай нәрсені дамытты білім беру саласында. Өйткені осы кісінің марапаттарын қарап отырмын да, президентіміздің қолынан 2 рет сыйлық алған екен. 2 рет. Бұны жай бере салды деп ойламаймын. 1 рет 2003 жылы, 1 рет ұмытпасам 2013 жылы алған екен. 2 рет алу енді кез келген мұғалімге бұйыра бермейтін дүние. Оны жай ғана бере салады деп те айта алмаймыз. Демек, осы кісінің жасаған еңбегіне сәйкес берді деп өзім ойладым. Оны сіз енді айтып берсеңіз, ашып қандай білім саласына дамуға енді резонанс дейміз ғой, қандай резонанс алып келді. Енді мына жерде тағы да бір қосайын деген болатынмын. Негізінде мына оқу ағарту министрі Ғани Бектайұлы Бейсенбаев енді осы кісімен өте жақсы жаңағы мына технология бойынша, еңбектері бойынша жақсы араласты. Ғани Бектайұлы Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева есімі алтын әріппен жазылатын ұлы ұстаз. Мен үшін Қанипа Омарғалиқызы жалпы қазақ ұстазының эталоны, символы деп айтқан болатын. Оның ар жағындағы жаңағы терең мағына жатыр бұнда. Бірнеше жаңағы кітаптардың, еңбектердің жаңағы авторы дедік. Тұңғыш рет Абай жолы эпопеясын оқытудың технологиясын, әдістемесін жазған. Мұхтар тану. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов тану. Одан кейін Әуезов туындыларын мектепте оқыту. Үлкен бір жаңағы еңбегі бар. Абай шығармашылығын оқыту. Одан кейін әдебиет пәні оқытудың тиімді жолдары дейді. Екеуміз бірігіп жазған тәжірибе ізденіс технология деген кітаптарымыз бар болды. Енді осының барлығы жаңа бағытта. Мысалы, дәстүрлі оқытудағы әдіс тәсілдерді жандандырып, жаңағы технологияларға сүйіп, осы жаңа еңбектерде жазылған болатын. Ал енді қаншама оқу әдістемелік құралдан бөлек түрлі материалдары бар. Мына ұстаздар қолданатын. Өзінің Бітібаеваның ой тастау, ойланту, ойлау технологиясы бар. Қазір оны біздің жаңа айтып отқан әдістер, технологияларды қазақ мектептері қолданады ма? Міндетті түрде қолданады. Өйткені қазіргі таңда ұстаздың 19 лабораториясы жұмыс жасайды. Лаборатория болғанда ол педагогикалық қолдау орталығы деп айтса артық емес. Мына жерде дарынды балалардың дарын көзін ашу, міне осы жаңағы зертханада. Мына қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша педагог ұстаздар ой тастау, ойланту, ойлау технологиясын біз қолданамыз. Мен өзімде қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Осы жерде мынандай, қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәні болғаннан кейін біз өзіміз кезінде ұбт тапсырған кезімізде 5 пәннің біреуі қазақ тілі болатын міндетті түрде. Ол жерде біз грамматика бойынша, барлық бойынша тапсыратын тұғымыз. Салыстырмалы түрде күрделі болатын. Қазір енді оқу сауаттылығы деп ауыстырды, ұмытпасам 7-8 жылдай болды. Ол жерден бір 10 сұрақ па, 15 сұрақ па жобамен енді сол жобада келеді. Бірақ енді мынандай нәрсе болып тұр да, қазақ тіліден тапсырмайтын болғаннан кейін, ұбт-дан тапсырмайтын болғаннан кейін мектепте ол тек қана жаңа қазақ тілі әдебиет таңдайтын оқушыларға ғана қызық болып қалды да. Ал ары қарай жоғары сыныптарға уже 8-9 сыныптан бастап олар біледі. ұбт-дан оны кездеспейтін болғаннан кейін өздерінің жаңағы таңдау пәндеріне ғана, содан кейін жаңа математика сауаттылық, оқу сауаттылығына ғана мән береді. Бұл жерде оқу сауаттылығына бір дайындықтың да қатты қажет жоқ. Бұл жерде қазақ тілінде сен оқи алсаң, қазақ тілінде сөйлей алсаң жеткілікті негізінде.
осы жерде енді мына жақта қазақ тілінің әдебиетінің Қанипа апай көптеген еңбектерін жазды да. Менің сұрағым андай болып тұр да. Мектептерде қазақ тілі әдебиетінің негізгі рөлі қандай? Тарихты енді білеміз, математиканы білеміз, жаңағы не дейміз ғой, жаратылыстану бағытындағы пәндердің барлығын білеміз. Ғылым сол жақта, технология сол жақта, әлем сол бойынша дамып жатыр. Оны оқыған адамдар экономикаға көмектеседі, жұмыстар істейді. Қазір көп жалақы төлейтін, көп еңбекақы төлейтін жұмыстардың көбісі сол жаратылыстану бағытындағы пәндерде болғаннан кейін оқушылардың көбісі мектепте соған мән береді. Және оны бір есептеп санауға болатын дүниелерді. Бірақ қазақ тілі әдебиет қазір мектепте төменгі сыныптарда, бастауыштарда жақсы оқытылғанмен, жоғары сыныптарда қанша деңгейде жақсы оқытылып жатқаны қазір беймәлім. Және оған нақты бір одан емтихан тапсырмайтын болғаннан кейін, одан ұбт тапсырмайтын болғаннан кейін балалар оны бірінші рөлге де емес, екінші рөлге де емес, үшінші рөлге де емес, одан төменіне тастап тастады да. Осы бойынша қазақ тілі мен әдебиетінің маңыздылығы неде деген нәрсе кез келген адамды мазалайды деп ойлаймын. Сол бойынша айтып өтсеңіз. Енді жаңаректе сіз айтып жатсыз ғой, мен бірақ қана жаңа осы сұрақты бір ғана жауап берін, бір-екі сөйлеме жауап берейін. Мына мектептердегі бүкіл пәндердің барлығы тіл арқылы жүргізіледі ғой. Иә, ол маңызды. Ал енді қазақ тілі мен әдебиет ол бір арнадағы екі бағыттағы пән. Оның үстінен біз жаңағы тарихты да қосамыз. Ал енді мына жерде мен енді сіздің сұрағыңыз өте орынды, дегенмен де қазіргі таңда біздің мектебімізде жалпы әдебиетке деген балалардың құлшынысы өте жақсы. Мысалы оған мен айта кетейін. Жылына бір рет Бітібаев атындағы жаңағы олимпиада өтеді. Республика бойынша. Ол олимпиадаға енді 300-ге жуық, 250-ден 300-ге дейін балалар келеді. Қазақстанның әрбір білім беру жаңағы ұйымдарынан, мектептерден дейінші, оның барлығы, мен өзім комиссияда бірнеше жылдар болдым, балалардың сондай жақсы деңгейдегі дайындықтарын көріп, сонда тамсанамыз. Енді бұнда жаңағы грант бар, мысалы, ректордың гранттары бар. Балалар өздерінің бақтарын сынап келіп жатады. Осы әдебиетті сүйетін, әдебиетті жақсы көретін. Ал енді болашақтағы енді қазір мына жаңа стандарт келіп жатыр ғой, стандарт. Енді сондағы көреміз, оны енді жаңа болашақ көрсетер. Болашақта көрерміз, иә. Енді андай нәрсеге келеміз ғой. Мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, бүкіл пәндер бір тілде оқытылады. Сол тіл арқылы жүргізіледі ғой. Егер қазақ тілін, әдебиетін дұрыс түсінбеген бала математикадан да есеп дұрыс шығарамайды. Дұрыс айтасыз. Өйткені өзім мен математика болғаннан кейін кезінде сабақ бердік, олимпиадаға дайындадық балаларды, ұбт-ға дайындадық. Сол кезде көп түсінгеніміз мәтін есептер бар, балалар түсінбейді ол нәрсені. Қарапайым кәдімгі қазақ тілінде жазылған мәтінді оқып береді, бірақ мағынасын түсінбейді. Мағынасын түсінбегеннен кейін ол есепті ол шығарамайды. Жаңа сіз айтып отқандағыдай кедергі келтіреді. Одан кейін осы қазіргі жаңағы апайдың атындағы мектеп бар екен. Сол бойынша айтып өтсеңіз, қай жылдан бері жұмыс жасайды, қандай бағыт бойынша жұмыс жасайды? Жарайды. Міне қандай жақсы орынды сұрақ. Жаңағы бірінші алдындағы сұрағыңызға мен айта кетейін, тағы да балалардың тілінің шорқақтығы қазір кездеседі. Өзінің ойын толық жеткізе алмайтын дәрежеге. Иә, ол бұрын болғанда, осыдан бір 15 жыл бұрын ауылдық жердегі баланың кез келген сөйлейтін еді жобамен. Тек біз қаладағы балаларға ғана мынау тілі орысша шыққан деп айтатын едік. Иә. Қазір ауылмен де қаламен де бірдей болып кетті. Қазір ауылдық жерге барып, мен өзім кейде таңғаламын. Жылына 2 рет 3 рет қана барамын ауылға. Өзімнің туыстарым, балалары бар, тілдері орысша шыққан. Ал енді мына жерде шынымен де мына менің өзімнің зерттеу тақырыбыма келетін болсақ, осы ой мына ұстазы да мені де керемет қатты толғандыратын. Неге біздің балаларымыздың тілі
дамымай шорқақ болып кетті деп. Мен өзімнің қорғаған тақырыбымның өзі, зерттеген тақырыбым, қаншама жыл жүріп зерттеп оны, ол қазақ тілі мен әдебиетті байланыстыра оқытуда тіл дамыту жұмыстарының инновациялық технологияларын жаздық. Инновациялық технология, тіл дамыту. Жаңағы айтып отырсыз, балалар мысалы математикадан енді оқу сауаттылыққа келген кезінде өздерінің ойларын жеткізуде қиналады деп. Міне осыған байланысты қаншама жұмыстар жазып, ол жұмыстарды жүргіздік. Ал енді Қанипа Омарғалиқызының жаңағы атаулы мектебі бар. Ол Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласында Жамбыл атындағы мектеп-интернаты бар. Мен енді осыған тоқтала кетейін. Ол өзінің атаулы мектебі. Қай жылдан бастап жұмыс істеп жатыр? Ол енді бір ғасырлық жұмысы бар, бірақ мына атаулы мектеп 1991 жылдары, ұмытпасам, сол жылдары алынды ғой. Бұл мектепте жаңағы қазіргі таңда мұражайы бар, өзінің жаңағы республикалық, айттым ғой, Бітібаева атындағы зертхана бар. Зертхана. Ол республикалық зертхана. Осы зертхананы бұл педагогтарды, жас мамандарды, жалпы педагогтарды қолдау орталығы. Одан кейін барлық пән бойынша, тек қазақ тілі әдебиет пәні ғана емес. Тек қана қазақ тілі мен әдебиет емес, бұнда жаңағы түрлі технологиялар, ізденіс, мына жерде ғылымға баулу деген секілді. Оның үстіне жаңағы дарынды балалардың дарын көзін ашу. Міне осындай жаңағы зертханасы бар. Міне осындай. Сосын тағы біздің бір зерттеуіміз бойынша осы апайымыздың Кремльге барып сөйлеген сөзі бар екен. Ол кезде әлі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алмаған. Біз зерттеген деректер бойынша 85-ші жылдар ма, 87-ші жылдар ма сол жобаны көрсетті. Одан да ертерек болды ғой деймін. Енді ол кезде мен енді ұстаз деп айтып отырғаным, халықтың баға берген, ұстаздықтың дарабоз падишасына айналған мен енді ұстаз деп айтам. Өйткені бірінші мен ол кісіден де жаңағы білімді алдым. Менің де ұстазым болды, басында айтып кеттім. Ал енді осы ұстазымыз Қанипа Омарғалиқызы 33 жасында. 33 жасында, иә? 33 жасында. Енді ұмытпасам 33. Осы Москваның төрінде, Қызыл империяның тұсында деп айтайықшы, сонда Кремльде сөз сөйлеген болатын. Ол кісі енді сол жерде ешкімнен тайсалмай, менің әрбір мектептегі әрбір оқушым Лермонтовты, Пушкинді, олардың шығармаларын біледі. Ал мына Мәскеудің мектеп балалары Абай Құнанбаевтың кім екенін неге білмейді деп сондай сұрақ қойған екен. Сол кезінде. Сол кезде. Ол енді Қанипа Омарғалиқызы негізінде өр мінезді, кесіп айтатын, әйелдің Бауыржан Момышұлы деп айтатын ол кісіні. Міне осындай мінезімен, өзінің өр мінезі, биік талғамы болды ол кісінің. Сол себептен бізден, мына сіңілдеріне, мына бізден, одан кейін қосымша жаңа шәкірттерінен сол биіктікте талап ететін. Міне осындай талапшыл жаңа ұстазда болды. Енді сіз айтып отқан, енді жаңа өте өр мінезді кісі болды деп айтып жатсыз ғой. Соған қарасақ қандай қатал кісі болған сияқты да, әлде ондай болған жоқ па? Жоқ, өте керісінше, сырт көзге ол кісі қатал болып көрінгенімен жүрегі нәзік, сәбидің жүрегіндей болды. Ол кісінің шындығын айту керек, 5-ші сыныптың да оқушылары алдап та кете алатын. Сондай сәби көңіл, жүрегі аңғал жүректі, өте мейірімді адам болды. Қазір міне күліп отырып, қазір жылай салатын сондай. Өзінің кейіпкерлері мына кітапты, мысалы классиканы, мен мысалы Ханапа арқылы Мапасанды,
одан кейін Фирдауси, Низами, Наваи, Сағди, солардың шығармаларын оқитынбыз. Мына ешкімге ол кісі жеңілдік бермейтін, айтатын: мен енді өмірде Айжан емес, Айжабайым деп айтатын. Айжабайым, менің көзімнің тірісінде қатайып, бекіп, өз орныңды қоғамда табу керексің деп. Сізге де талап қоятын? Иә, әрине, талап бірдей болатын. Ол кісі, мен сол Жамбыл атындағы мектепте оқыдым. Енді осы Жамбыл мектебін айта кетейін. Енді кезінде сонау 90-шы жылдары ол кісі мына ауылды аралап, жетім балаларды, жартылай жетім балаларды, мына сөз өнеріне жаңа икемі бар дарынды балаларды жинап әкеліп, осы мына Жамбыл мектеп-интернатына орналастырып, тәлім тәрбие беріп, қазір енді ол азаматтардың барлығы Қазақстанның әрбір түкпір-түкпірінде зиялы азаматтар болып отыр қазір. Қанша ол кісінің оқытқан шәкірттері болды қазіргі таңда? Енді өте көп енді. Енді оған мен мына ғылым кандидаттары, ғалымдарда айтуыма болады. Өзінің жаңағы шәкірті, филология ғылымдарының кандидаты Картаева Айжан Маратбекқызы, Мұқашева Меруерт Қозықанқызы, ол PhD доктор, Құрманбаева Шынар Қапантаевна дейді, ол педагогика ғылымдарының докторы. Енді университетте бізге сабақ берді ғой. Онда жаңағы Марат Маутенович Қалимолдин деген, одан Советова Зәуре филология ғылымдарының кандидаттары, Қасенов Сәкен, Зайсанбаева Гүлнар. Енді өте көп, мен өзімді қоссам да болады. Міне қаншама ғалымдар шығып отыр. Бір ұстаздан, ұлт ұстаз деп атайтын себебіміз де сол сияқты. Бір ұстаздан көптеген ғалымдар, көптеген мықты маман иелері шықты. Және олардың барлығы қазіргі таңда өз шәкірттерін тәрбиелеп, қоғамға көптеген пайдасын тигізіп жатыр деген ойдамыз, тигізіп жатыр деген сенімдеміз. Бұл нәрсені не үшін айтып жатырмыз, құрметті көрермендер? Ұстаздық жолы ұлы жол. Сіздің бүгін берген біліміңіз, бүгін берген тәрбиеңіз болашақта ұлтты қалыптастырады. Сол үшін осы алғашқы подкастымызда Қанипа апайымызды үлгі ретінде, осы кісіні ұстаз ретінде, осы кісінің ұстаздық жолын алып сіздерге көрсетіп отырмыз. Одан кейін енді қазір қоғам үшін мұғалімнің, ұстаздың рөлі қандай деп ойлайсыз? Қандай болу керек қазір енді қоғамда? Мұғалімнің мәртебесі деген жақсы заңдар қабылданып жатыр. Осы ұмытпасам 6-7 жылдың көлемінде мұғалімдердің еңбекақысын біршама өсірді, тағы да өсіріп жатыр. Мұғалімдердің жаңа университетке түсетін, мұғалімдік мамандығына түсетін студенттердің стипендиясын дейміз ғой, оларды басқа мамандықтарға қарағанда белгілі бір көлемде арттырып жатыр. Және оған оқуға түсу балына белгілі бір көлемде жоғары балл қойып жатыр. Бұрын болғанда 2010-2014 кезінде мұғалімдікке 50 балмен, 55 балмен оқуға түсіп кететін. Яғни тым болмағанда әйтеуір осыған түсіп кетейін деген мамандық болатын. Қазір енді бәсеке көп, өйткені жақсы жағдайлар жасалып жатыр да. Оның бәрі жақсы, бірақ бір қарағанда ол қоғам немесе кейбір оқушылар мұғалімдікке еңбекақысы жақсы деп баруы мүмкін да. Біздің көзқарасымызда бұл мұғалімдік деген еңбекақы үшін баратын мамандық емес та қоғамда. Сіз қалай ойлайсыз, қоғам үшін мұғалімдіктің рөлі неде? Соны ашып айтып берсеңіз біздің көрермендерімізге. Қоғам үшін мына қандай сала болсын, қандай жаңағы ғылым болсын, осының барлығы жаңағы мектептен, бастауын мектептен алады ғой енді. Біз енді қалай айтсам болады, әрбір мұғалім ол жеке дара жаңағы тұлға болу керек. Жан жақты заманауи технологиялармен
қаруланып жақсы білім бергенде ғана біз жақсы шәкірттер тәрбиелейміз. Мына жақсы айтып отырсыз, ана педагог мәртебесі. Айтпақшы, осында айта кетейін, кезінде ұстазымыз, хан апамыз бізге айтатын: әй қыздар, өздеріңді өздерің ешкімге жаңағы бой бермей, жығылмай, өздеріңді өздерің алып шығыңдар. Өздеріңді ешкімге ренжітпеңдер. Ұстаз деген жаңағы сөзді жазғанда ол кісі үнемі бас әріппен жаздыртып отыратын. Бұл Үлкен енді әріппен, иә, үлкен әріппен. Бұл енді қате емес пе, мынау грамматика жағынан дұрыс емес қой дегенде жоқ. Өзі қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Иә, мен бар болып тұрғанда міндетті түрде ұстаз деген сөзді бас әріппен жазыңдар деп, үлкен әріппен жаздыртып отыратын. Өздеріңді сыйлаңдар, өздеріңді құрметтеңдер, білім арқылы өздеріңді алып шығасыңдар деп айтатын. Ұстаздың енді рөлі сол. Бізде қазір енді тұлға оқушыларды тәрбиелеу, жеке тұлға тәрбиелеу, дарын көзін ашу, менталитетін ояту, осының барлығы мектептердің ішіндегі ұстаздар қауымына жаңағы нетіп отыр, міндеттеп отыр. Енді осы жердегі жаңағы ұстаздардың біздің енді басты жаңағы талабымыз оқушыларға жақсы білім беру. Ол үшін жақсы жаңағы технологиялардан, әдіс тәсілдерден іздену. Міне осы. Енді қоғамда осы пікір екіге бөлініп жатады. Кейбір кісілер айтады, мектеп білім ғана беру керек дейді, тәрбиені ата-анасы өзі беріп алсын дейді. Енді кейбір мұғалімдер керісінше, жоқ, мектептегі ең маңызды бірінші жұмыс бұл оқушыға тәрбие беру, одан кейін барып оған білім беру дейді. Енді қайсысына келісерімізді білмейміз. Сіздің ойыңызша қайсысы дұрыс? Егер Ханипа апайымыз болса, қалай айтатын еді осы нәрсеге? Тәрбие мен білім екеуі қатар жүру керек сияқты. Мен солай ойлаймын. Тәрбие де, білім де. Бірге қатар жүру керек. Иә. Одан Ханипа Омарғалиқызы үнемі айтатын: баланы тәрбиелегенде оған өзі жеке жаңағы не керек деп. Бір балаға бір айтылған сөз ақыл тез қонады. Ал екінші балаға әртүрлі әдістер арқылы тәрбиелей білу керек деп. Енді өзіміз мектепте оқыған кезде бізге берген ұстаздарымыз болды. Арасында кейбір ұстаздарымыз жаңағы ұрып жібереді. Енді ол енді дұрыс емес сияқты. Ұрсып жібереді. Кейде ұстаздық мәртебесіне қарамай кез келген сөзді айта салу мүмкін балаға деген секілді. Енді ондай кездесіп жатады енді. Бірақ немесе енді ол кісілердің көбісі сырдан білім алды деп ойлаймын. Кей жағдайда жаңа бұрышқа кейбір сыныптастарымызды сабақ оқымай келген үшін бұрышқа аяғын көтеріп дұрыс қоятын кездер кездесетін да. Осы нәрселер қаншалықты дұрыс, қаншалықты қате? Әрине дұрыс емес екенін біз түсініп жатырмыз ол нәрсенің. Қазіргі балалар мүлде басқа да. Қазір өзіңіз енді директор болып қызмет атқарасыз, мектебіңізде мұғалімдеріңіз бар көптеген. Соларға қандай кеңес бересіз? Енді қандай кеңес бергенде, енді осы бойынша негізінде мына күш қолдану деген дұрыс емес сияқты. Мен енді ұлы ұстаздың шәкіртімін деп айтамын. Мен негізінде бірінші ұлы ұстаздың шәкіртімін. Біріншіден енді жаңағы мектепте мысалы тәлім тәрбиені осы Ханипа Омарғалиқызынан алатын болсақ, ол кісі көбінесе жаңағы мейірімділік, имандылық, гуманизмге қарайтын. Еш уақытта сабақтың үстінде бір балаға дауыс көтеріп айтпайтын. Сабақтың барлығы бірінен кейін бірі өте қызықты өтетін. Айтады, әрбір сабағы жауып жатқан ақ жаңбыр құсап деп. Солай суреттеген шәкірттері де бар. Ал енді мына бізде жаңағы сіз сұрағыңызда айттыңыз ғой, жаңа ондай методтардың қаншалықты дұрыс емес. Дұрыс емес әрине. Мен қандай оқушы болсын, қандай жаңағы алдыма келіп отырған жас маман болсын, еш уақытта ешкімнің сағын сындырып көрген емеспіз. Ол дұрыс емес. Қолынан келгенше
көмектес. Бізде енді біз ондай методты біздің мектебіміз біз қолданбаймыз. Енді мен бұл жаңағы мектептен бұрында да мен 20 жыл Дәулет Серікбаев атындағы техникалық университетте жоғарғы оқу орнында жұмыс жасадық. Біз онда жаңағы студенттерді тәрбиеледік, мамандық бердік деген секілді. Одан кейін мектепке барып отырмыз. Енді осы жерде де жаңағы екеуі екі түрлі жаңа университетте студенттерді тәрбиелейтін болсақ, мамандық жастан кейін. Иә. Ал мына жерде оқушылармен жұмыс ауырлау болады екен, әрине. Бірақ енді оқушылардың да жаңағы өздерінің сіз айтқандай тентектіктері де бар. Енді бәр үйдің баласы бірдей емес қой. Иә, біреудің еркесі біреудің. Оған басқалай тәсіл қолданамыз жаңағы. Міне осындай. Тағы да мындай қызық сұрақ болды. Біз өзіміздің жаңа зерттеуіміз бойынша мұғалімдерден әртүрлі жағдаяттық тапсырмаларда сауалнама алған болатынбыз. Сол жерде көптеген сұрақтар қойдық. Енді ол жерде әртүрлі маңызды сұрақтар қойдық. Сол бойынша жаңа ата-анаға қатысты мынандай сұрақ қойғанбыз. Мысалы, сіздің мектебіңізде бір балаңызға төмен баға қойдыңыз. Одан ата-анасы сізге хабарласып, сіздің қойған бағаңызға өзінің несін айтты жаңағы? Наразылығын айтты өзінің. Осы жағдайда сіз мәселені, яғни проблеманы қалай шешесіз? Наразылығын айтты, сізге ұрсып сөйледі, дөрекі сөйледі ата-ана тарапынан да. Маған қызығы, қазір енді көптеген жас мұғалімдер бар, көбісі егде жастағы мұғалімдер де бар. Енді жас бойынша бөлгеніміз дұрыс емес шығар. Осындай сөздерді көтере алмай қалатын ұстаздарымыз көп кездесіп жатады. Қанипа апайда осындай нәрселер кездесіп пе еді? Сіздің тәжірибеңізде осындай нәрселер кездесіп пе еді? Кездессе, осы проблеманы қалай шешкен дұрыс? Ол нәрсе күнделікті болатын нәрсе мектептің ішінде. Иә, әрине күнделікті болатын. Күнделікті болатын нәрсе. Ал енді шындығын айту керек, мына жаңағы Жамбыл атындағы мектеп интернатына балаларын әкеліп, онда әркімді қабылдай бермейтін. Мамыр айларында үлкен емтихан жүреді. Жаңағы дарын орталығынан келеді, республикадан кәдімгі комиссия келіп, сол балаларды қабылдау жүргізетін. Бұл жаңағы Жамбыл атындағы мектеп интернатына Қанипа Омарғалиқызының атаулы мектебі ғой, соған түсудің өзі үлкен мәртебе болатын. Енді онда проблемалар бұл көрген жоқ ол жерде. Бағаның дұрыс қойылмауы деген. Ал енді менің енді өзімнің тәжірибемде болды, бізде міндетті түрде балалардың жаңағы дәптерлері, одан кейін жаңағы қазір біз енді БЖБ деп жатырмыз, ТЖБ деп енді 90-дық бағалау. Соған бәріне арналған дәптерлері бар. Сол дәптердің ішіндегі жауаптары бар. Сондай ата-аналар келетін болса, отырғыз қойып, отырғызып, әңгімелесіп, баламен қалай жұмыс жасайсыз деп ол кісілерге. Одан кейін барып, бірінші біз енді психологта болуымыз керек қой. Ата-ана қандай проблемаң келді? Соны бірінші оны шегере тұрып, бірінші біз баланың жақсы жағын айтамыз. Ата-анамен жақсы сөйлесеміз. Одан кейін ақырын жаңағы міне сіздің балаңыздың жұмыстары деп көрсетіп жатамыз. Ата-ана енді әгінің бәрін көріп, өз көзімен оқып, дәлелдер бар болғаннан кейін, енді әрине үндемей ақырын кешірім сұрап кетеді. Міне осындай жаңағы жұмыстарды осылай аяқтаймыз біз. Бұл сұрақты қойып атқандағы негізгі себебіміз өйткені егер балаға мектепте дұрыс бағалау болмаса, әділетсіз бағалау болса, ол қоғамда ертең сол нәрсені өзі қайталайды. Дұрыс айтасыз. Қазір енді қоғамда коррупция дейміз. Оның барлығы негізінде сол әділетсіз нәрсенің кезінде қойылмағандығы бағаның. Одан кейін үшке оқитын мектепте балалар бар. Олар бірінші сыныпта үшке шығады да, сонымен 11 сыныпқа дейін шығып кетеді. Өйткені оны көзін ашатын, білімге тәрбиелейтін ұстаздар, кейбір ұстаздарымыздың тәжірибесі, білімі жетіспей жатады. Сол үшін осы тақырып негізі қозғап отқандағы себебіміз сол. Өйткені енді бір жағынан қиын тақырып,
өйткені кейбір ата-аналар бар, шынымен де көнбейтін. Өйткені өзім анам да мұғалім. Анамның жұмысын білеміз, күндіз мектепте, кешке қарай үйге келеді да шай тамағын ішіп те үлгермей әр ата-анамен бір алысып жататын кезі болады телефонмен. Енді ата-ана не андай қойдың, мынау мынандай қойдың деген секілді айтып енді түсіндіреді. Сол жақтан кездескеннен кейін енді біз мұғалімдермен алдында осы сауалнамаға ақпарат алып көрген кезімізде енді жартысынан көбісі дұрыс жауап бере алмайды екен. Бірден жаңағы ата-анаға қарай шабуылға шығады екен да. Не осы дұрыс емес, иә. Енді оны біз зерттеген санмен цифрмен дәлелмен айтып отырмыз. Енді бүкіл Қазақстанға жасаған жоқпыз, бір 100-ге жуық мұғалімге алып көрген кездегі шыққан ақпаратымыз. Содан бүкіл олардың жазған нәрселерін оқып шықтық. Сол кезде түсіндік та осы нәрсені бірден шабуылдамау керек деген. Өйткені жаңа сіз айтып өткендегідей мұғалім бірінші психолог болу керек бір-бірде. Одан кейін келесі барып негізгі проблемаға оралған дұрыс болады деп ойлаймыз. Біз көбінесе мақтап аламыз, одан кейін ақырын проблемаға көшеміз. Мына сіздердің енді жұмыстарыңызды мен шынын айтқанда өте көп естідім, көрдім де. Мына дарын тичер, сіздердің болашақтағы жаңағы жұмыстарыңыз туралы сіздер білсем деп едім. Қандай жұмыстар, қандай жобаларды қолға алып жатсыздар? Өте жақсы, үлкен жобалар бар сіздерде. Біз енді дарын тичер деп, енді компаниямыздың аты бірінші әрпі қазақша, бірінші сөзі дарын, яғни дарынды деген сөзден шыққан. Тичер деген енді ағылшынша мұғалім деген, мұғалім беру деген нәрсені білдіреді. Сол үшін алғанбыз. Негізгі миссиямыз ізгілікті ұстаздарды қалыптастыру. Қандай керемет. Негізгі сөз ізгілікті. Не үшін ізгілікті деген сұрақ? Өйткені ұлы Әл-Фараби атамыздың сөзі бар. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Қас жауы. Қандай керемет. Тәрбиесіз адам қайдан шығады? Ол біріншіден ұстаздың дұрыс білім алмағаннан, дұрыс баға алмағаннан. Сол үшін бұл ізгілікті деген нәрсені негізге ала отырып, біз мұғалімдердің бойындағы адамгершілік қасиеттерін, енді ізгілікті деген сөзіміз бұл ізгілікті әрекеттердің жиынтығы ғой. Ізгілікті әрекет жасау деген адамның бойындағы адамгершілік қасиеттердің жиынтығы. Енді мұғалімдерде қазір енді үш нәрсе бар ғой: академиялық білім, педагогикалық білім және пәндік білім. Сол академиялық білімге кетеді, педагогикалық білім және негізгі дағдылар бар да. Осыларды біз ала отырып мұғалімдерді бұл дұрыс, мұғалімдерді енді тәрбиелейміз деп айта алмаймыз. Олардың көбісі енді уже бағдар беру, алда енді жаңадан өсіп келе жатқан студенттер бар, соларға дұрыс бағдар беру. Өзіміз соған байланысты қараша айында 2024 жылы Түркістан облысының білім басқармасымен үлкен жоба өткіздік. Керемет. Яғни алғашқы 3 этаптан тұратын жоба жасадық. Соңындағы басындағы 2000-ға жуық мұғалім қатысып, соңында 11 мұғалімді біз іріктеп Малайзия және Сингапур еліне апарып қайттық. Қандай керемет. Ол жердегі негізгі мақсатымыз, яғни дамыған елдер қай жақта кетіп бара жатыр білімі, біздің біліміміз қай жақта деген секілді. Және осы подкастта бастаудағы негізгі мақсатымызда бұл осы подкастта көріп, бір 100 мұғалім көріп, 200 мұғалім көріп, өзіне кішкентай бірдеңке алып, соны мектебінде барып ары қарай қолданып өзгертсе, немесе ойында бірдеңке дамып ары қарай оқушыларына қолданса, біз мақсатымызға жеттік деген сенімдеміз. Сол үшін де алғашқы подкастымызды біз осы ұлт ұстазы Қанипа апайымыздан бастап отырмыз. Негізгі осы кісіні өте көп зерттедік. Бұл кісінің жаңа педагогикалық білімі, академиялық білімі барлығы өте мықты. Оның ішіндегі ең маңыздысы бұл кісінің ізгілікті істері өте көп екен. Оны біз зерттеп қарап көрдік. Сол бойынша қандай қызық жайттар болған еді, қандай ізгілікті әрекеттер болған еді мектептің осы білім саласында, немесе өмірде қандай кісі болды ол кісі. Сол бойынша айтып өтсеңіз. Енді қандай адам болды, мен бағанадан бері айтып жатырмын, иә. Өтірікті жақсы көрмейтін адам болады. Бізді бәріміз солай тәрбиелейтін де. Не жасасаң да шындықты айт деп. Бізде оқушылар кейбір кезде ұйықтап кешіп келіп тұратын ғой. Содан айтатын: апай, біз ұйықтап қалдық деп. Әр сыныптағыдай оқушы дұрыс қой, міне осылай айтсаңдаршы деп, әйтпесе ауырып жатырмын деп айтасыңдар деп. Одан кейін жаны таза адам болатын.
ештемеден қорықпайтын, өйткені өте білімді адам болатын. Өйткені маған айтатын, білім, ғылым. Міне осы екеуін екі қолыңда ұстайтын болсаң, ешкімнің біреудің бетіне қарамайсың. Енді ізгілікті деп айтып жатырмыз, жаңағы дарынды балаларды әкеліп, жаңағы мектепке орналастырып, тәрбие беріп. Мына ең үлкен бір жұмысын айтайын, ол көзі тірісінде, бұл кісі енді аңызға айналды ғой. Мына зертханасы, Бүтібаев атындағы зертхана, педагогикалық қолдау орталығы, инновациялық орталық деп айтуға болады. Мектептің ішінде ол? Мектептің ішінде. Міне осы жасаған жаңағы бізге ашып кеткен, қазірден жұмыс жасап жатқан жаңағы зертхана. Берері өте көп. Жастарға, жас мамандарға, жалпы жаңағы тек қана қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері емес, жалпы мұғалімдерге арналған. Оның үстінен балаларға арналған жаңағы республикалық олимпиадалары міне. Енді ізгілік жұмыстар өте көп қой енді. Енді сіздің де өзіңіздің енді бір жағынан анаңыз, бір жағынан ұстазыңыз, бірақ ұстаз ретінде көбірек тәрбие алдым дедіңіз ғой. Енді жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Өмірде сіздің де қандай да бір қателік жасаған, бірдеңке дұрыс емес жасаған, мүмкін сондай істеріңіз болса, анаңыз қандай қолдау көрсететін еді сізге? Қандай қолдау көрсеткен кездері болды? Енді рахмет, енді мына сұрағыңызға шынында да ойланып барып. Бұны айтып отқандағы себебіміз көп жағдайда мектептегі мұғалімдерді оқушылардан енді сұраймыз ғой, біз сауалнамалық көптеген оқушылардан қолдау аз алады екен де. Ата-анадан аламайды. Енді барлық ата-ана кейбіреулер таңнан кешке дейін жұмыста, кеп баламен сөйлесуге, оған қолдау беруге уақыттары жоқ. Кейбір мектепте мұғалімдерден аламағаннан кейін бала оны басқа жақтан іздеп кететін сәттер болады да. Иә, енді шынымен де мынау қайсы бірінен де айта берейін, енді бірақ өмірдегі ең есімде қалған бір ғана жаңағы бір жағдайды айтайын. Өмірдің жаңағы әділетсіздігін көрдім. Бір жағдай болды. Айтпай-ақ қойын енді. Оны содан айтсаңыз да қарсы емес. Қатты жаңағы өкініп, жүрегім ауырып, мынандай әділетсіз неге шешім қабылдады деп, енді оның бәрі сайыстарға байланысты ғой енді. Сол менің шәкірттерім, менің балаларым неге сол орынды алмады деген секілді, мынандай әділетсіз шешім қабылдады комиссия деген секілді. Содан қамығып сөйтіп жүрген болатынмын. Өзі хабарласты телефонмен. Айжабай, осы келіп кетесің ғой деймін деп. Одан кейін барып едім, маған не болды соншама деп. Мен осылай әділетсіздікті көрдім, жүрегім ауырып тұр деп едім. Ойланып, барып, бетіме қарап отырып, неменеге сен өкінесің, неменеге сен қаймығасың? Ол Абайдың өзін тобықтылары басынан тепкенде, ал сен кім едің Абайдың жанында деді. Сонда барып, содан кейін барып, шынымен де мен ойланып, өзіме сосын кейін бір тоқтау салдым да, шынымен де ол Абайдың жанында мен кіммін? Неменеге соншама мен осындай әділеттікті іздеп, соншама неге өзімді өзім жеп жатырмын деп. Міне осындай бір басу айтқан болатын. Бірақ ауыз сөзбен тоқтатқан болатын. Шында да енді қазақ халыққа кезіндегі енді біздің билеріміз бір ауыз сөзбен жауды да тоқтатқан ғой сол сияқты. Одан кейін енді өмірде тағы да бір екінші бір жағдай болды. Енді шаршап, тағы да жұмыстан. Енді өздеріңде жассыңдар ғой, мысалы жұмыстан шаршайсыздар. Үйге келесіз. Проблема. Ол жақта көп проблема. Дұрыс айтасыз. Мектептің проблемасы бар, мына жақтан проблема. Енді солай шаршап, үйге қайтып, одан кейін келдім де босаға түбіне сумкамды тастай салдым. Шаршағаным мына жұмыстан дедім. Бетіме қарап отырып, ай баламай деді. Жұмысқа барып,
жұмыстан шаршап қайтудың өзі үлкен бақыт екен, білесің ба деп. Мгм. Енді сол кезде соның мәнін мен түсінбеген екенмін. Артынан барып, енді ауырып, бір енді өмірде сонда бір кезеңдер болды. Мгм. Сол кезде шынымен де жұмыстан шаршап қайтудың өзі қандай бақыт деп. Мгм. мынау не деген шынымен де философиялық жаңағы тұрғыдан жауап берген екен де маған. Мгм. Міне осындай жаңағы өте жан жақты адам болды бұл кісі. Өстіп тоқтатып, бізге осындай жаңағы ілімін айтып, сабырлыққа шақырып сөйтіп отыратын. Сізде андай бұл кезең болды ма еді? Кейбір енді мұғалімдер өз жұмысын тастап кеткісі келетін кездер болады ғой. Тастап өзінен Иә. болды істемеймін деп. Осы жылы бітірейін оқу жылын, осыдан кейін тастап басқа жұмыс істейін дейтін кезеңдер болды ма сізде? Жоқ, Сондай кезде мен қандай қолдау көрсетті? Қалай қайтып келдіңіз мұғалімдікке? мен енді тастап кеткен жерім болған жоқ, өйткені менің жаңағы туғаннан мен педагогтар отбасында, династиясында жаңағы өстім дейді ғой. Мгм. Жұмысқа кейбір кезде шынымен де шаршап, шынымен де осы жұмысқа бармай ақ қойса ғой, басқа бір мамандықты неге таңдамаған екенмін. Мгм. Одан кейін менің енді айттым ғой, қазіргі таңда 138 еңбегім бар. Мен енді педагогика ғылымдарының кандидаты болып отырмын. Мен университетте де жұмыс істей аламын, мысалы. Мгм. Жұмыс жасадық та. Кейбір кезде болады, университетке кетіп қалсам дұрыс па екен? Мгм. Әлде мектепте жүрген дұрыс па деп. Содан ана мектепке барған кезінде алдымнан кішкентай балалар, оқушылар жүгіріп кеп құшақтап мені. Мгм. Сонда басып құшақтап жатқанда маңдайларынан сүйіп, осы жол сол жағдай болды. Маңдайынан сүйіп, әлгі баланы иіскеп, жоқ, мен дұрыс таңдаған екен ғой. Ол менің жаңағы орным, Мгм. мен мамандықты қателеспеген екен таңдауымда деп. Мгм. Міне осы. Ханипа апайымыздың өмірлік миссиясы қандай болды? Осы мұғалімдік бойынша. Ол кісі енді өмірлік миссиясы, енді бір сөздерін айта кетейін. Бір сөздерін. Ол кісінің өмірлік миссиясын, шәкірттерім болса дейді ол кісі, Мгм. олар менің бүкіл тыныс тіршілігімнің тірегі, жүрегімнің дүрсілі, көңілімнің шуағы, өмірімнің мәні, ұстаздығымның салтанат сәні деп айтқан болады. Мгм. Миссиясы сол. Мектебі оқытсам, мен қазақтың қара домалақ баласын оқытып отырмын деп. Мына ұстаздық жолды осы алған болатын. Мгм. Енді бір жаңағы известия корреспондентінің жаңағы интервью алып, 87 жылдары Москвада. Сонда я сделала карьеру учителя деп айтқан болатын. Біз ол кезде осы бертінде осы мұғалім мәртебесін алғанға дейін, біз енді өзіңіз басында да айта кеттіңіз, ақысы аз, талабы көп, мұғалімдікті ешкімде бармайтын. Сол кезде мақтан ететін. Мгм. Я сделала карьеру учителя деп. Біз оны карьераға санамайтын да ғой. Иә. Сондықтан біздің көзімізді ашатын. Педагог мәртебесі, ол кісі жоғары жақта да сізге айта кеттім. Мгм. Сонау замандарда бізге айтатын. Мгм. Өздеріңді сыйлаңдар, өздеріңді құрметтеңдер. Ұстаз деген атқа Мгм. жамандық келтірмеңдер. Жаман сөз ілеспесін деп. Мгм. Ұстаз деген сөзді бас әріппен жазыңдар деп айтып отырады. Сабақты қалай бастайтын еді ол кісі оқушылардың алдында? Сабақты Қалай ма? дайындалып баратын еді енді? Ол кісі сабаққа енді кіріп келіп, мына тақырыпты берерден бұрын жанамалап сұрақтарды қойып барып, сосын кейін сол тақырыптың мақсатын өзімізге шығартатын. Мгм. Сонау 80-ші жылдар. Мгм. Қазір мысалы біз соны енді Жаңа нетіп жатырмыз ғой. технология деп қазір алып келіп отырған. Иә. Ал сол технологиялардың барлығын қазір қарап отырсам сол кездерде. Ол кісі көбінесе Бабанския,
Аманашвили солардың еңбектерін, Блум таксономиясына мысалы мен сол кісі арқылы Блум таксономиясы, Вестфальканың кәдімгі еңбектерін оқып, содан кейін барып өзімнің ғылыми зерттеу жұмыстарымды жазған болатынмын. Міне осы. Апай туралы жазылған қандай еңбектер бар, кітаптар бар? Мұнда алып келген екенсіз, таныстырып өтсеңіз бізге, көрермендерімізге де қызық болады деген ойдамыз. Енді академик тарих ғылымдарының докторы Ғани Қарасаевтың ұстаздықтың ханапасы атты мынандай үлкен еңбегі бар. Еңбегі ұстаздықтың падишасы дейді. Енді бұны міне осындай еңбектері. Егіз өрім деген, бұл егіз өрімді жазып отырғанда мен өзім талай жаңағы куә болдым. Өзімен жаңағы шәкіртінің екеуінің жаңағы көзқарасы. Егіз өрім деп. Міне осындай еңбектері. Қазақтың қанипасы дейді. Ол енді ұстазға арналған жаңағы еңбектер. Міне. Енді мына жерге студияға бәрі еңбекті әкелу мүмкін емес қой. Бірақ енді халық білет, шәкірттері білет деген секілді. Сізге хабарласқан кезде еңбектерін алып келіңіз деген негізгі себебіміз осы еңбектерін бізде оқып, ары қарай баспадан тағы да шығарып, енді сіздің рұқсаттарыңызбен мүмкіндік болса баспадан шығарып, қазіргі ұстаздарымызға, қазір жаңадан ұстаздық жолды бастап жатқан жас мамандарға берсек деген ойымыз бар. Енді мен сізге мына жерде тағы да мынаны айта кетейін. Енді мына Өскемен қаласында Жамбыл атындағы жаңағы өзінің атаулы мектебінде осы мына еңбектерінің мұрагері бар. Ауғанбаева Бақытгүл Омарғалиқызы. Сол кісінің мен сізге телефонын жаңағы берем, сіздер сол кісімен сөйлесіп, сол кісімен жаңағы арғата байланысып, сол кісімен жұмыс жасауға болады сіздерге. Біздің де бүгін сізге кішкене сыйлығымыз бар. Керемет, рахмет сізге. Білім дейміз. Мінсіз мұғалім деген кітапты сізге сыйға тартсамыз деген. Қандай керемет. Сізге, біздің атымыздан. Рахмет. Одан кейін екінші біз көрермендерімізге сый берсек деген едік. Ол сыйлықты ең жақсы пікір жазған, ең жақсы ой білдірген комментарийге сол ұстазымызға беретін боламыз. Сіздің қолтаңбаңызбен берсек деген неміз бар. Жарайды. Қазір эфирден кейін қолтаңбаңызды бізге осы кітапқа жазып берсеңіздер. Құрметті ұстаздар, ең жақсы комментарий жазған, ең жақсы пікір білдірген, өзінің ойын білдірген ұстазымыз болса, немесе қандай да бір көрерменіміз болса, біз ары қарай сіздермен байланысқа шығып, осы кітапты сіздерге сыйға беріп, үйлеріңізге жеткізіп алатын боламыз. Енді эфирімізді аяқтайтын уақыт келіп қалды. Енді Қанипа апайымызды бір сағатқа сыйдыра алмаймыз. Оны айлап, апталап айта берсек болады. Осы бағана эфир басталып жатқанда сізден сұраған едім, өзіңіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Жалпы сізді осы мұғалімдік жолға не нәрсе қызықтырады, не нәрсе құлшындырады, қандай да бір қиын жағдай болған кезде, мектепте қандай да бір проблема болған кезде, жаңа айтып отырмыз ғой, ата-анамен проблема болады, мектеп әкімшілігімен проблема болады, оқушымен проблема болады, әртүрлі оқушылар келеді, әртүрлі ата-ана келеді. Олардан бөлек жаңағы қазір жаңадан өзгеріп жатқан реформалар бар, жаңадан өзгеріп жатқан білім саласындағы өзгерістер бар, жаңадан келіп жатқан мектебімізге мұғалімдер бар. Бұлардың барлығы үлкен белгілі бір дәрежеде проблемалар, адамды кей жағдайда депрессияға, стресске түсіріп жүреді. Сол кезде қандай нәрсе сізді өз жұмысыңызға деген құлшындырып, өз жұмысыңызға деген жаңа мотивациямыз дейміз ғой, сол нәрсені ұстап тұрады. Сонымен әңгімемізді аяқтасақ. Ал жарайды, енді көп рахмет сіздерге де мені осы мына бағдарламаға шақырып, енді ұлы ұстаз туралы жаңағы ізгілік жолдарын, жаңа еңбектерін, өзім туралы сұрап жатсыздар. Енді сіздерге өте үлкен рахмет, жұмыстарыңызға сіздерге шығармашылық тілеймін. Көп жаңағы оқырман, көрермен қауымдарыңыз көп болсын. Ал енді мен мына сөзімді, осы бүгінгі жаңағы мына өзімнің ойымды қазақтың қанипасы атанған ұлы ұстаздың
сөзімен еңкейсем шәкіртіме еңкейдім, елсем шәкіртіме ғана елдім, кішірейдім деген сөзіммен аяқтасам. Мен де осы жаңағы мына хан апамыздың осы жаңағы сөзімен аяқтап, осыны мен өмірлік жаңағы менің кредом деймін ба, осы ұстаным, осыны ұстанамын мен де осы. Көп рахмет сіздерге. Сізге де рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Құрметті ұстаздар, құрметті көрермендер, біз алғашқы подкастымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі подкасттарда кездескенше сау болыңыздар. Қандай сұрақтар, қандай тақырыптарды қозғау керек, ол жағын комментарийге жазсаңыздар болады. Амандықта кездескенше сау болыңыздар.